Қайырлы күн, құрметті көрермендерім. Сіздерді тағы да өзімнің каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Міндетті түрде мен каналыма тіркеліп алыңыздар, себебі өте пайдалы ақыл кеңестер болатын болады. Енді бүгін сіздерге мен өзім осы өмірімде осындай бір келеңсіз жағдаймен бетпе-бет келдім. Мен келеңсіз жағдай емес, енді өзімнен қателік кетті. Мысалға қазір медициналық сақтандыру дұрыс төленбей жатыр, барлық жұмысшыларға. Сондай момент мысалға бізде де орын алғандықтан мен өзім үшін медициналық сақтандыру қорына енді бәріміз больницаға қаралған кезде проблема болады. Сол үшін өзім үшін төлейін деп ойлағанмын. И сол моментте мен қателесіп 7-ші айға емес 6-ші айға төлеп жіберемін да. Менде әлі 7-ші айға төленбеген. Содан 7-ші айға қайтадан төлеп, бірақ та 6-шы айға төлеген ақшамды қалай алсам болады деп медициналық сақтандыру орталығына хабарласып көрген болатынмын. Сол жердегі консультант, то есть өзінің ақыл кеңесін берген болатын. Яғни сіздер кез келген сондай бір қателесіп біреуге ақша аударып жібересіздер, біреуге емес, енді бір сондай бір нәрсені төлеймін деп қателесіп аударып жіберген жағдай болса, сіздер егов порталы бар ғой, біздің кәдімгі егов, сол егов порталына осылай кіресіздер. егов порталына кіргеннен кейін осы жерде ашық үкімет деген болады екен. Ашық үкімет. Осы ашық үкіметке кіресіздер да, яғни открытое правительство деп шығады осылай. Осы жерде осы открытое правительство бізге керек. Именно открытый диалогқа кірдім. Жоқ. Міне өтініш деп тұрады астыңғы жағында. Өтініш, осыған кірген болатынмын мен. Міне өтініште мынандай сіздерге функциялар шығатын болады. Өтініш берудің жолы барлығы астында жазылып тұрады. Енді мен кім білмейді, соларға көмек ретінде айтайын деп отырмын. Және де өтініштің тағы бір жаңа әдісі деп тұр. Міне, яғни айту деген арқылы, телефон нөмірі арқылы жүктеп тіркеліп алыңыз. Осы өтініштерді нету үшін, қабылдау үшін дейді. Міне бізге қалғандары керек емес. Бізге именно өтініш беру деген бөлімі керек. Осыған басамыз. Бұл жерде мен ешқандай мына жерде әкімшілік рәсімдік процестік кодекс дегенді өзгертпедім. Өтініш түрі арыз деген нәрсені өзгертпедім. Ештемені егер енді сіздерде сот орындаушының сұрау салуы дейді, үн қосу, ұсыныс, тағы бірдеңеге мен арыз деген ештемені өзгертпедім. Өзгеріске ұшыратпадым. Сосын мемлекеттік орган, қандай мемлекеттік орган, мына жерге атын жазсаңыздар өзі шығады. Мен енді әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры деп, мысалға сақтандыру деп жазып көрейік. Бұл жерде сақтандыру деп жазсаңыздар, сақтандыру деп бастасаңыздар, медициналық деп жазайын. Енді кез келген бір мемлекеттік мекемеде сіздерде сондай проблема болып қалуы мүмкін. Сол үшін міне мекемесі ең біріншісін мен таңдадым. Қалғандары аурухана сондай нелер шығады. Одан кейін облыс бойынша шығып кетеді. Мен жалпы сақтандыру мекемесі дегенді таңдай салған болатын. Қазір мен қайтадан жапсам шығады. Егер былай жауап нетсеңіз, мынандай нелер шығып кетеді. Аманат қоғамдық бірлестігі дейді, аманат партиясы нелері, әскери бөлім, соларға жалпы қандай жерге сіз өтініш жазғыңыз келеді, сол шығады. Бастапқы бетке кетіп қалдым қазір. Одан кейін сипаттама деген жерге келдік. Сипаттамасына өзіңізде қандай проблема болды, жалпы бастан аяқ не болды, түгел мына жерде жазасыз. Бірақ ұзақ жазудан қажеті жоқ, тек қана түсінікті болу үшін қысқа нұсқа жазасыз. Өйткені мына жерде кемінде 100 таңба болу керек деп тұр. Кемінде деп тұр, одан да көбірек жазуға болады. Сосын түсінікті қылып жазыңыздар дегенім ғой. Сосын картадан көрсету, қай жерде болды, тоже картадан көрсету десеңіздер де болады. Или табу деп мына жерге өздеріңіздің адрестеріңізді жазсаңыздар да болады. Дайын деген батырманы баса саласыздар. Сосын мысалға мен өзімнің төленіп кеткен сол чегімді салып қойдым. Каспийдан скачать етіп алып, осы жерге кез келген файлды 19 мегабайтқа
дейінгі файлды осы жерге жүктейсіз. Мейлі фото болсын, документ болсын, сканерленген документ, міне PDF, Word бәрін мына жерге 10 файлға дейін жүктеуге болады деп тұр. Яғни осы жерге сала бересіздер. Сосын нақты тұрғылықты мекен жайыңыз, мына жерге мекен жайларыңызды жазасыздар. Өздеріңіз қалаларыңызды барлығын жазасыздар. SMS хабарламалар қай тілде келсін, мемлекеттік тіл немесе қалай сізге ыңғайлы орыс тілі болса орыс тілінде деп таңдайсыздар. Мына жерде міндетті түрде мен сервис пайдаланушысы ретінде дербес деректерімді жинауға өңдеуге келісім беремін. Енді сіздер орыс тілін, мына жерде қазақ тілінде тұр, менде орыс тіліне қойып аударып жасап алсаңыздар да болады. Мына екеуіне де птичкалар өздері тұрады. Ешқандай птичкаларды жаңағы алып тастамаймыз, осылай тұрады. Одан кейін бұл жазбаны жай ғана сақтап қойсаңыз болады. Жоба жазбаны сақтау, немесе барлығы дұрыс деп ойласаңыз, болды, осылай жіберем өтінішті деп ойласаңыз, қол қою және жіберу дегенге басасыздар. Қол қою және жіберуде сізге жаңағы ЭЦП кілтті подтверждать ету деген шығады. Сол кезде ЭЦП кілттеріңізді подтверждать етіп жібересіздер, өздеріңіздің парольдарыңызды жазып, және де ЭЦП кілтті бұл жерде подтверждать еткенде білесіздер, ЭЦП кілтте екі түрлі болады. Біреуі out деп тұрады, біреуі RCA деп тұрады, мысалға басы. Сол жерде екінші мына RCA дегенін таңдайтын боласыздар. Сомен подтверждать етесіздер и парольдарыңызды жазасыздар. Out дегенмен подтверждать етпейсіздер. Out дегенмен итакта біз жаңағы неге кіріп отырмыз ғой. Еговқа итакта сол арқылы кіріп, өтінішке кіріп отырмыз ғой. Мен мына жақта аты жөнім шығып тұр. Сол үшін жаңағы қол қою және жіберу ол бізде RCA деп тұрады, енді ағылшынша. Соны таңдайсыздар, міне осылай өтініш жібересіздер. Одан кейін өтінішіңіз қабылданды деп 14-14-тен сіздерге сообщение келеді. Одан кейін ары қарай енді маған әзірге солай сообщение келді, бірақ ары қарай өздері шешім қабылдайтын болады белгілі бір уақыт ішінде. Кез келген уақытта осындай қате бір ақша жіберіп қойсаңыздар, бірдеңені осындай мемлекеттік органдарға байланысты бір қатесіз әрекет орын алып, соны қайтару керек болса, мысалға сондай моменттерде осы өтініш дегенді пайдалансаңыздар болады екен. Егер сіздерге видео пайдалы болса, міндетті түрде комментарий жазып, лайк басып кетіп, әрине басқа адамдармен де бөлісуді ұмытпаңыздар.